Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн балалык шактын өтө дәмдүү, таттысын лакомка дайындайтын боламыз. Өтө керемет болуп чыгады. Жасалуу жолу өтө карапайым, оңай. Міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алдымен ыдысыбызга жылы сүт және де кум шекер саламыз. Жакшылап аралаштырып, кум шекерибизди эритип алатын боламыз. Толуктай ерүү кажет. Енді бізге құрақ ашытқы қажет. Ашытқымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және де шым-шым тұз саламыз дәміне қарай. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымызда еруі қажет. Енді бізге 2 жұмыртқа қажет. Екінші жұмыртқаның осындай бір сарысын алып қаласыздар бетіне жағуға. Сонда біз 1,5 жұмыртқа қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып, жұмыртқамыз толықтай араласып кетуі қажет. Бізде 1 келкі сұйық әдемі масса шығады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Мен 500 грамм деп жазып қойдым. Шамалап аз-аздан қосыңыздар. Қамырларыңыз тым қатты немесе тым сұйық болып кетпеуі қажет, жұмсақтау болуы қажет. Жақсылап араластырып, енді қамырымызды илейтін боламыз. Осындай кезінде толық араластырмай жатып, енді бөлме температурасында еріп, жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып, жақсылап осындай форманың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Лопатканың көмегімен. Осылай толықтай араласуы қажет. Ең соңында осылай қолыңызбен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Майы осылай толықтай араласуы қажет. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Видеода көрсетілгендей бізде орташа тығыздықтағы қамыр шықты. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз ашытуға. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге тағы да бөлме температурасына еріп тұрған сары май қажет. Жұмсақ болуы қажет. Содан соң осы қойылған сүт, яғни сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен, немесе жақсылап миксерлеп алсаңыздар, өте оңай, әдемі крем шығады. Егер де сіздерде миксер болмаса, осы венчиктің көмегімен әбден жақсылап араласып, майыңыз толықтай араласып, бізде сұйық масса шығуы қажет. Осы видеода көрсетілгендей жасап аласыздар. Енді 1 сағаттан кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Осылай ашыған кейін қамырымызды алатын боламыз. Енді қамырымызды кішкене осылай әдемілеп илеп алатын боламыз. Осы рецептпен үлкен 6 немесе орташа көлемде 8 лакомка жасасаңыздар болады. Осылай бірдей етіп, алдын ала пышақпен өлшеп, бөліп алыңыздар. Мен 7-ге бөліп алдым. Біреуін осы шет-шеттерін сәндеуге бөлек пісіретін боламын. Енді барлығын домалақтап шығатын боламыз. Тым жұмсақ болып кетсе, кішкене ұн қосып жасасаңыздар болады. Барлығын дайындап алдық. Енді біртіндеп жаятын боламыз. Осылай тек қана домалақтап, 1-2 рет қана жайсаңыздар жеткілікті. Барлық шеті бірдей көлемде болуы қажет. Осылай жай ғана екінші бетіне қоятын боламыз. Бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады.
барлығын осылай жайып шығатын боламыз. Ортасының шетін жапсырмайсыздар, жай ғана екінші бетіне қойсаңыздар жеткілікті. Кейін оңай ашылатын болады. Барлығын дайындап алдық. Енді жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйсаңыздар болады, немесе тек қана сарысын жақсаңыздар да болады. Енді барлық шет-шетіне, бетіне, жанына барлығына жақсылап жағып шығатын боламыз. Лакомкаларыңыз сап-сары, өте әдемі болып шығады. Алдын ала пештеріңізді қыздырып, дайындап қойыңыздар. 180-200 градуста. Әркімнің пеші әртүрлі піседі. Осы қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен дайын болды. Осылай өте әдемі болып шықты. Енді пешімізге салып пісіріп аламыз. Біздің лакомкаларымыздың қамыры пісті. Осылай жұмсақ, өте керемет болып шықты. Іші де толықтай піседі. Осылай өте оңай ашылады. Егер жабысып қалса, пышақпен кесіп ашсаңыздар болады. Біреуін осылай бөлшектеп алдым. Немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Арасын ашып, енді кремімізді салатын боламыз. Арнайы пакетикке құйып, сонымен де кремін жақсаңыздар болады. Шетіне крем шыққан жерін енді жаңағы біздің шет-шетіне ұнтағымызға батырып алатын боламыз крошкаға. Осымен біздің лакомкаларымыз дайын, өте керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің видеоларым бірінші болып сіздерге көрініп тұратын болады. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Әрі өте әдемі. Осымен біздің лакомкаларымыз дайын, ас болсын.